Аллергия дегеніміз мына адамның денесінде болатын тіканды оятады. Бұл тікан оянған, тікан тұра келгеннен кейін сіз тыныс алған кезде сізде жағымсыз реакция пайда болады. Көзіңізден жас ағу, мұрныңыздан су ағу, көзіңіз, мұрныңыз қышып түшкіру деген секілді. Онан кейін нервіңізге тиетін көптеген жағымсыз реакциялар пайда болады. Ал жадырап жаз келгенде жапырақтар жасылданады. Жапырақтардың ашылуымен бірге мына ағаштардан көптеген аппақ қолмен ұстауға, көзбен көруге болатын заттар пайда болады. Мұны орысша пух дейді. Ал енді қазақша аты бұл үпілмәлік немесе үлпілдек дейді. Бұл адамзатқа көптеген жағымсыз реакциялар пайда қылады. Бұны біз аллергия дейміз. Мұның жеңіл жолы да бар, мұның жағындай күрделі жолы да бар. Енді аллергияның кейбіреулер мынандай шашатын нәрсеменен шашып, мұрнынан басып, бір қанша таблетка ішіп, сонымен бұл маусымнан өтіп кетеді. Ал енді біреулер арнайы бұған клиникаға жатып тұрып емделеді. Бұл аллергияны уақыттық емдеуге болады, және түбегейлі емдеуге болады. Енді көп адам түбегейлі емделсем деп ойлайды. Бірақ бұл өте күрделі. Бұған сізге жаңағы арнайы вакцин секілді иммуниттік жүйе қалыптастыру керек. Бұны емдеу үшін жаңағы пухтан арнайы сұйықтық алып, оны сіз бірнеше ай емделуіңіз керек. Бұл емдеу барысы жаңағы аллергия болғаннан да ұзақ. Сол үшін көп адамдар түбегейлі емделуге былай жетқанда дұрыс мәміле бере алмайды да, уақыттық баса сасам дейді. Бұл да болады. Бұның өйткені мезгілі өте аз. Сол үшін мұны әр жерде әртүрлі емдейді. Біреулер таблеткамен емдейді, біреулер жаңағыдай шашатынмен, біреулер басқаша систем алу, клиникаға жату деген секілдімен емделеді. Ал біздің өзіміздің клиникада бұны бір уколмен емдейміз. Сіз бір укол аласыз, бұл уколдың ешқандай сізге зияндығы жоқ. Шөптен арнайы ойластырып жасалған, сіз бір укол аласыз, сол күннен бастап тынышталасыз. Енді бұл аллергия жаңа мазасыз адамның уақыттық мазасын алатын ауру, бұдан ешқандай өмірге қауіп төнеді деп айта алмаймыз. Аллергиядан былай айтқанда ол күрделесіп жан тәсілім болды деген адамдар өте аз, жоқтың қасы, ондай болу мүмкін емес. Ал енді бірақ аллергия қосымша басқа ауруларды қоздыруы мүмкін. Бұрыннан жүйкесі жұқарып жүрген адамдар болса, ол одан арман жүйкесін жұқартуы мүмкін. Қан тамырларында, жүрек жолдарында жаңағындай тынысы тарылатын адамдар болса, ол одан арман ауырластырып кетуі мүмкін. Бірақ аллергиядан төтелей адам ауырып өліпті деген сөз өте аз, ол жоқтың қасы.